сізге де жіберемін. Қазір дұрыс көрінбей тұр ғой. Енді көріп отырсыз, танысып отырсыз, иә. Қараңыз, қазіргі уақытта сіздерде 990 мың аударылды. Оны мен білем, ол документтер маған келіп отыр, ол сот Қайтарсаң сен. Так, достар, енді мошенниктер қазақша сөйлеп бастапты. Қазақша жасанды интеллектпен бір-бірін сөйлету, адамдарды сөйлету, кәдімгідей документ жасап, кәдімгідей киіммен, полицияның киіммен сізге звондау мүмкін, хабарласу мүмкін. WhatsApp видео звонокпен кәдімгідей. Сіз айыра алмайсыз оны, біздің полиция сияқты. Егер де әңгіме ақшаға қатысты болса, немесе код сұраса сізден, осындай банковский счеттарға байланысты нәрсе айтатын болса, бұл күмәнді зат. Ешкім полиция сізге ондай нәрсемен звондамайды. Соны біліп алыңыз. Банктен де ондай нәрсемен сізге хабарласпайды. Содан сақ болыңыздар. Үйдегі үлкен кісілерге жіберіп қойыңыздар. Код айтып қоймасын. Осылай ақша туралы әңгіме болса, сразу басып тастасын. Немесе вообще сөйлеспесін де ондай заттармен. Осылай қазір хабарласатын болыпты.